Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тойымды қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрме тағамының жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, арнамнан алыстамай, каналымда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрушісі болатын боласыздар. Ендеше осындай өте дәмді, тойымды тағамымызды бірге әзірлейік. Ең алдымен барлық қажетті заттарымызды жуып тазартып аламыз. Және де ең алдымен пиязымызды дәл осылай видеодағыдай турап шығатын боламыз. Туралған етіміздің үстінен пиязымызды салып, және де сәбізімізді өзіңізге ұнаған пішінде турай берсеңіз болады. Сарымсақтарымызды да майдалап турап шығамыз. Құрамында көкөністерді өздеріңіздің қалауларыңызша өзгертіп қоссаңыздар да болады. Қызанақтарымызды да майда бөліктерге бөліп ыдысымызға саламыз. Содан соң қырыққабатымызды да қатты майда емес, орташа етіп турап аламыз. Картоптарымызды да ыңғайлы етіп турап шығамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай барлық заттарымызды турап алдық. Енді маринадтайтын боламыз. Тұзымызды саламыз дәміне қарай. Қара бұрышымызды саламыз. Лавр жапырақтарын қосамыз және де осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Иісінің өзі сондай керемет болады. Енді алдын ала жуып тазартып дайындап алған қарынымызға алдын ала маринадтап қойған көкөніс пен еттерімізді салып алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Сол жерден өздеріңізге ыңғайлы етіп, құрамын өзгертіп, азайтып немесе көбейтіп те жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Енді осылай жуалдыздың көмегімен қарнымызды тігетін боламыз. Қарнымызды жақсылап тігіп болғаннан соң, оны қазанымызға салып, үстінен қарнымыз батып тұратындай салқын су қойып, орташа отта 3,5 сағатта қарын бүрмемізді пісіріп алатын боламыз. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей қайнап жатыр біздің қарнымыз. 3,5 сағаттан соң осылай тәрелкемізге салып, өзіңіздің фантазияңызға байланысты безендіріп, дастарханға ұсына берсек болады. Барлық шеті пісіп шығады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнап жатса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.